Құрметті студенттер, бұл бүгінгі қосымша сабағымыз ержінс мүшелерінің арналады. Ержінс мүшелерінің анатомиясын біздер анатомия пән сабағын талқыладық. Бүгін қосымша олардың соның ішінде ержінс мүшелерінің ішінде ішкі ержінс мүшелері атабез, тестис, оның қосалқысы эпидидимус, осы мүшелердің функциялық анатомиясына арналады. Қосымша сабақ ретінде. Енді мына алдарыңыздағы слайдта ержінс мүшелері жалпы шолуда көрсетілген. Қайталап өту үшін айтып отырмын. Жалпы ержінс мүшелері ішкі және сыртқы деп бөлінеді. Бұл ішкі және сыртқы жыныс мүшелеріне қандай мүшелер жатады сабақта атап өттік. Біз енді нақты бүгінгі арналған сабағымызға тоқталайық. Енді атабезді алатын болсақ, тестис ішкі ержінс мүшесіне жатады. Мына слайдта жалпы оның сызба түрінде берілген. Атабез мен стрелкамен көрсетіп отырамын. Бірінші біз жалпы анатомиясын айтып алайық. Атабез сыртынан жұқа қабықпен белок қабат дейміз, немесе ақ қабық дейміз, туника альбуминімен жабылған. Бұл осы атабездің артқы жиегінде, ол артқы бөлігінде осы туника альбумині ішіне енген кезде мынадай медиастинум тестисті құрайды. Атабездің медиастинум тестис деп атайды. Осы медиастинум тестистен оның жиектеріне қарай мынадай дәнекер перделер тартылады. Дәнекер перделер. Мен стрелкамен көрсетіп отырмын. Бұл дәнекер перделер атабездің ішін мынадай үлесшелерге бөледі. Лобули тестис. Осындай үлесшелердің саны жалпы атабезінде 250-300 үлесшені құрайды екен. Осы бір үлесшенің ішінде, әрбір үлесшенің ішінде 2-ден 4-ке дейінгі иректелген өзектер, тубули семиниферик конторти болады. Ол әрбір иректелген өзектердің ұзындығын алатын болса, олар 30-70 см құрайды. Сонда бір атабездің ішіндегі барлық түтіктердің ұзындығын бір-біріне қосып қарайтын болсақ, ол 300-400 метрді құрайды екен. Міне, атабездің не осы. Енді әрі қарай атабездің ішіндегі құрылымды қарайтын болсақ, біз мынадай көреміз. Иректелген өзектер, жалпы атабездің үлесшесін алатын болсақ, ол пирамида ұқсас, табаны мінекей. Көрдіңіз ба? Алдыңғы жиегіне, то есть периферия қарағанда, оның ұшы медиастинум тестиске бағытталған. Енді иректелген өзектер әрбір үлесшенің ұшына келгенде тік өзекшелерге кіреді. Тубули семиниферик ректи. Одан әрі олар медиастинум тестис ішіне кірген кезде, олар ол түтікшелер қайда құяды? Рети тестиске құяды. Ал рети тестис одан әрі атабезден әкетуші түтікшелер, тубули, бұл немесе әкетуші түтіктер деп атаймыз. Бұл тубули, то есть эферентис тестис деп айтылады. Мінекей. Олардың саны 12-15-ке дейінгі болады. Олар ары қарай эпидидимус түтікшесіне құяды екен. Дуктус эпидидимусқа құяды. Қазір біз ол жерге қайтып келеміз. Біз атабездің ары қарай ішкі құрылысын айтып алайық. Келесі слайдта атабездің бір үлесшесі көрсетілген. Бұл жерде біз мына кесіндісінде 1, 2, 3 иректелген өзекті көре аламыз. Жыныстық жетілген ер адамдарда иректелген ұрық өзекшелерінің сперматогенді эпителиймен жабылған, ішкі жағынан. Сперматогендік эпителий бұл базальды мембранада орналасқан. Оның сыртында миоид қабаты болады. Ол иректелген өзектердің жиырылуына ықпал етеді. Ал оның сыртында болбыр талшықты дәнекердің қабаты бар. Бұлай айтсақ, әрбір иректелген өзектің қабырғасы міне осындай құрылыстан тұрады. Енді мына жағында стрелкамен көрсетілген, оны үлкейтіп көрсетілген, мынау иректелген өзектің қабырғасының құрылысы. Осы сперматогендік эпителийде әртүрлі даму сатысындағы клеткалар бар. То есть бұл жерде сперматогониядан бастап
сперматозоидқа дейінгі даму сатыларындағы клеткалар орналасқан. Яғни сперматогоний ең тереңде орналасады. Одан түтіктің қуысына қарай бағытта жүре беретін болса, ол сперматоцит, одан кейін сперматит, ең соңында сперматозоидтарға дейін. Міне осындай қабатта орналасады. Осы сперматогенді қабатта осы клеткалардан басқа көмекші клеткалар дейді. Оны сустентоциттер немесе сертолий жасушалары болады. Сертолий жасушалары болады. Бұл сертолий жасушалары пирамида тәрізді, табан негізі базаль мембрана қарайды да, ұшы сперматогенді қабаттың қуысына қарай бағытталған. Осы көрші сустентоциттер бір-бірімен тығыз жанасқан, сондықтан сперматогенді клеткалар екі қатар немесе екі ярус деп атаймыз. Осылай қабат жүзі орналасады. Сонымен қатар олардың қан тамырларға жақын орналасуы бұл қоректі заттардың түсуіне ықпал етеді. Осыны білу керек. Сертолий клеткаларының бірінші қызметі ол трофикалық қызмет атқарады. Және бұл клеткалар, сертолий клеткалары, және жоғарыда атап өткен түтікше қабырғасындағы жоғарыда аталып өткен құрылымдар барлығы жиналып гематотестикулярлы тосқауылды құрайды. Бұл гематотестикулярлы тосқауыл сырттан қан тамырлары арқылы келген қанның құрамындағы зиянды заттарды, антигендерді бұл сперматогендік қабатқа өткізбейді. Сөйтеді, ол сперматогендік қабатта жүріп жатқан сперматогенез процесінің бұзуға, олардың зиянды заттардың әсерінен қорғап тұрады. Міне осы негізгі қызметті гематотестикулярлы тосқауыл атқарады. Сонымен қатар сертолий бұл сперматогенезге қатысады. Қалай қатысады? Қазір біз айтатын боламыз. Сертолий клеткалар бұдан басқа гипофизден әсер еткен, фолликула стимулдеуші гормон әсер еткен кезде бұл өзінен АСБ немесе андроген байланыстырушы белокты синтездеп шығарады. Бұл андроген байланыстырушы белок, өйткені бұл қазір қайтып келеміз, иректелген өзектердің арасында, міне, иректелген өзектердің арасында бұл дәнекертінмен толтырылған. Ол жерде, мінекей мен стрелкамен көрсетіп отырмын, қан капиллярлары, нерв талшықтары және ірі интерстициальды гранулоциттер, немесе эндокриноциттер деп атаймыз. Эндокриноциттер бұлар немесе лейдик жасушалар, мен көрсетіп отырмын, лейдик жасушалары. Бұлар өзіне тестостерон, ер жыныс гормоны тестостерон синтездейді. Сперматогенез процесі жүру үшін иректелген өзектердің ішіне тестостерон өту керек. Ол өтпесе сперматогенез процесі жүрмейді. Ал әдетте тестостерон өздігінен өтпейді, өйткені гематотестикулярлы барьер тосқауыл ұстап қалады. Сондықтан манағы айтқан сертолий жасушалары өзінен андроген байланыстырушы белокты синтездейді, ол сыртқа шығады да тестостеронды байланыстыру комплексі сперматогенді қабатқа өткізіп алады. Сондықтан сертолий жасушаларының сперматогенез процесіне өте белсенді қатысатын осы жерден көруге болады. Егер осы ата бездің функциялық анатомиясын айтып отыру кезінде біз әрбір бөлімінің қандай да бір бұзылысы болатын болса, немесе осы этаптардың ол сперматогенез процесінің бұзылуына алып келеді. Нәтижесінде сперматозоидтар немесе сперми деп атаймыз, олар дұрыс жетілмесе, қандай да бір ер адамдардың бедеулігінің бірден бір себебі болуы мүмкін. Енді мына слайдқа қайтып келейік. Енді ата без қосалқысы эпидидимус, оның мінекей мына суреттерде тұр, артқы жиегінде орналасқан. Өйткені ата бездің сыртқы қабаты, бана айтқан туника альбугине, осы жерге келгенде қайырлады да эпидидимуске ауысып кетеді, бүйір бөлігінен. Сөйтеді, эпидидимус пен ата бездің арасында саңылау қойнау болады. Оны синус эпидидимус деп айтылады. Сонда оның да сырты осындай серозды қабатпен қапталған. Егер оның ішкі құрылысын қарайтын болсақ, біз осындай түтікшелерді көреміз. Ол басынан капут эпидидимус, одан кейін денесі корпус эпидидимус және кауда эпидидимустан тұрады. Ата бездің мана атап өткен әкетуші түтікшелері, яғни тубули эферентис тестистер, біз айтты 12-15 болады. Ол ата без қосалқысының басына келеді. Осы жерде сөйтеді басын құрайды. Оны білу керек. Енді әрбір түтікше
15, 12, 15 дедік қой. Әрбір түтікше мен міне стрелкамен көрсетіп отырмын. Конус тәрізді үлесшелер түзеді. Ата-бес қосалқысының ішінде. Ол бір-бірінен дәнекер тінді перде арқылы бөлінген. Осындай үлесшелер, манағы айтқан дуктус эференске сәйкес 12-15 дейтін болсақ, ата-бес қосалқысының ішінде де 12-15 үлесшені құрайды. Осы түтікшелер ең ақырында жиналып келеді де, ата-бес қосалқысының түтігі дуктус эпидидимусқа құяды. Егер эпидидимус ішіндегі осы түтікшелерді созып қарайтын болсақ, бұлар 6-8 метрді құрайды. Өйткені бұлай айтады ғой, дуктус эпидидимусты штопор тәрізді да. Сондықтан олар бір-бірімен өте тығыз жинақталып орналасқандықтан, бұл егер ұзындығын созатын болсақ, 6-8 метрді құрайды екен. Міне осыны білу. Әрі қарай дуктус эпидидимус, міне стрелкамен көрсетіп отырмын, өз кезегінде дуктус деференске құяды екен. Дуктус деференс ұрық шығарғыш өзек. Бұл әрі қарай жамбас астауына кіріп, қуық асты безінің ішіне өтіп, ұрық көпіршігінің түтік екеуі бірігіп, дуктус экулятурус түрінде несеп шығарғыш өзекке ашылады. Оны біз практикалық сабақта да айтқан болатынбыз. Енді ата-бес қосалқысы не қызмет атқарады? Міне осыған тоқталу керек. Оның түтіктері көп қатарлы призмалы эпителийлермен жабылған. Олар полигонал дейміз. Базалды клеткамен бірге биік цилиндрлі микробірлі эпителициттер тұрады. Осы эпителициттері жаңағы айтқан ата-бес қосалқысының фагоцитоз және секреторлық қызмет атқарады. Олар сперматозоидтың биохимиялық жетілуіне қажетті зат бөледі және сұйықтық бөліктері. Ол спермамен араласып, сперманы сұйылтып, дуктус деференстің ішінде оның қозғалуына ықпал ететін фактор болып табылады. Сонымен қатар тағы бір маңызды қызметі бар. Бұл эпидидимустың. Ол сперматозоидты, әрбір сперматозоидты қоршайтын секрет бөледі, оны гликокаликс деп атайды. Осы гликокаликс дейді. Ол сперматозоид өте ұзын жолдан өтеді, дуктус деференс, одан несеп шығарғыш өзек арқылы, яғни сперматозоид қоршайды. Сондықтан эякуляция кезінде, яғни сыртқа бөлінген кезде сперматозоидтың сыртынан осы қабат түседі. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, оны сперматозоид шешінеді дейміз. Осы гликокаликстен, ол процесстен не дейді? Капацитация деп атайды. Ол сыртынан осы құрылымды шешкеннен кейін сперматозоидтың одан әрі оның қозғалуына ықпал ететін болады. Яғни бұл ұрықтануға ары қарай қажетті ең маңызды фактор болып табылады. Бұл тағы бір қызметі. Бұдан басқа тағы ата-бес қосалқысының тағы бір қызметі, бұл сперма үшін резервуар рөлін атқарады. Осы ерекшелікті білу керек. Әрі қарай біз жаңа ғана айттық, ата-бес қосалқысы ары қарай дуктус деференске өтеді. Дуктус деференс ұрық шылбырының құрамында, ол жамбас астауына қарай фуникулус сперматикустың құрамында жамбас астауына қарай бақтады. Сондықтан дуктус деференстің, міне айтылып тұрғандай, төрт бөлімін ажыратады. Ата-бес бөлігі, одан кейін шылбыр фуникулус сперматикустың құрамында, одан ары қарай шап өзегіне каналис ингвиналиске кіреді. Ең соңында мінекей шап каналының стрелкамен көрсетіп, терең сақинасы арқылы жамбас астауына кіретін бөлігі, міне жамбас астауына. Бұны жамбастық бөлік деп атаймыз. Жамбас астауының соңғы бөлігі келесі суретте көрінген. Мынау дуктус деференстің соңғы бөлігі. Дуктус деференс, мана айтып өттім, оның дуктус деференстің бүйір жағында, оның соңғы ақырғы бөлігінің бүйір жағында ұрық көпіршігі визикула семиналис болады. Міне екі жағында көрсетіп тұрмын. Визикула семиналистің қызметі, олар секрет бөледі клеткалары. Оның секреті сарғыш түсті болады, әлсіз сілтілі реакциялы, және ол сперманың негізгі компоненті болып табылады. Және бұл секреттің құрамында фруктоза және глобулиндер болады. Осыны білу керек. Осы дуктус, то есть визикула жаңа айтқан семиналистің түтігі дуктус экскреториус деп айтылады. Ол екеуі дуктус деференс екеуі бірігіп, мінекей
стрелкамен көрсетіп отырмын. Дуктус эякулятористі түзеді. Дуктус эякуляторис қу қасты безін тесіп өтіп, ең соңында несеп шығарғыш өзекке ашылады. Несеп шығарғыш өзек арқылы ол сыртқа қарай ашылатыны белгілі. Сондықтан ұрық көпіршігінің де өзінің маңызды қызметі бар. Енді бұл қу қасты безі келесі бөлігі. Бұның анатомиясының бәрін өттік, сондықтан тоқталмаймыз. Қу қасты безінің негізгі бөлетін секреті ол ақшыл түсті болады. Өзінің арнамалы иісі болады. Әлсіз сілтілі реакциялы оның секретінің то есть химиялық құрамы, және оның құрамында ферменттер болады. Қышқыл фосфаза, диастаза, протеаза, пиринолизин деген сияқты ферменттер болады. Бұл қу қасты безінің секреті сонымен қатар сперматозоидтардың қозғалысын стимулдейді. Бұнымен қатар қу қасты безінің секрециясының құрамында андроген сияқты әсер ететін биологиялық белсенді заттар болады. Мысалға простагландиндер. Простагландиндердің ең бір әсері дәлелденген бұл эрекцияға ықпал етеді екен. Сондықтан осы ерекшелікті тоже білу керек. Осы тағы бір маңызды ішкі бұл жыныс мүшелеріне қатысты тағы бір маңызды бұл без бар. Бульбо-уретралдық бездер. Бульбо-уретралдық бездер бұл несеп жыныс диафрагма урогениталисте және несеп шығарғыш өзектің үш бөлігі бар бізде: простаталық бөлігі, жарғақты бөлігі және кеуекті бөлігі. Осының жарғақты бөлігінің артқы жағында стрелкамен орналасу деңгейін көрсетіп отырмын. Пас мембранцеустың арт жағында екі жұп без, оның түтігі несеп шығарғыш өзекке ашылады. Сонда ол не қызмет атқарады? Бұның секреті әлсіз сілтілі бульбо-уретралдық бездердің. Сондықтан ол несеп шығарғыш өзектің құрамына несепте жүреді ғой. Және одан ер адамның ұрығы спермада өтеді. Сондықтан ол қалдық несепті тазартып, ары қарай сперманың жүру жолында қалдық несептен тазартып отырады. Сондықтан осы функциялық анатомия тұрғыдан ер жыныс мүшелері, соның ішкі ер жыныс мүшелерінен қосымша ақпарат ретінде осы мәліметтерді беруге болады.